Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. 26 жастамын. Медициналық академияны аяқтап жатырмын. Сабақпен қатар медициналық ұйымда жұмыста жасап жүрмін. Енді оқу толықтай біткен соң жұмыстан шығып Европаға барғым келеді. Әрі медицинаның жаңаша саласы бойынша білім алып, әрі саяхаттап, ел жер көріп, көкжиегімді кеңейтуді көздеп отырмын. Бірақ ата-анам мені жібергісі келмейді. Әлі кішкентай қыз көретін сияқты, оларға ересек екенімді, өзіме қатысты шешімдерді өзім қабылдай алатынымды айтып түсіндіре алар емеспін. Олардың ойынша, шетелге тағы оқуға кетсем, сол бойы карьера қуып кетемін де отбасылы бола алмай қаламын. Дайын жұмысыңды істеп тыныш жүр. Күйеуге шық, өз отбасыңды құр дейді. Тап бір мен үшін содан басқа жол жоқ секілді. Бір жағынан қазіргі жұмыс орным және ондағы қызметім өзіме ұнамайды. Мұнда келген бірінші күндер-ақ көңілім қалып, жылап қалғанмын. Кейін мен үшін өзгерген ең тиімдісі осы екенін мойындап өзімді көндіктірген едім. Уақытша шыдай тұр деп жұбатып жүргенмін өзімді. Қайта-қайта рұқсат сұрап, жалынғандай болып жүрмін. Ақыры жанжал туатын сәт таяп қалған секілді. Өзімді тығырыққа тірелгендей сезінемін. Айтыңыздаршы, не істегенім дұрыс? Ата-анамды ренжітпесем де, өз дегеніммен кету ме, әлде айтқандарына көніп, өз армандарыма балта шабу ма? Жауап: осындай қиын таңдау алдында тұрған сәтте өзіңді қалай сезініп жүргеніңді жақсы түсінеміз. Бірақ ешкімді ренжітпей, өз бетіңмен өмір сүретін ересек адам болудың жолы жоқ. Сенің алдында таңдау тұр. Өзің үшін дұрыс деп тапқан жолмен жүру, немесе ата-ананың айтқанына көніп, арманыңнан бас тарту. Ойланып көр. Алғашқы күннен-ақ көз жасыңа себеп болған жұмыспен өмір бойы айналысуға дайынсың ба? Тұрмысқа өзің қаламасаң да, ата-ана көңілі үшін шығуға дайынсың ба? Әлде өз арманың мен мүддеңді бірінші орынға қойып, өзіңді табуға тырысасың ба? Сенің шешімің ата-анаңды ренжітуі мүмкін болғандықтан, бұл қате деп ойлап қалуың мүмкін. Бірақ дұрыс шешім дегеніміз өзің үшін не пайдалы екенін түсініп, соған сай әрекет ету. Бұл өзгелердің реакциясы мен қалауына емес, өз өміріңе сүйену. Сепарация – ата-анадан тәуелсіз болу. Әрқашан түсінбеушілік пен қақтығыспен жүреді. Бұл қалыпты процесс, бұл жол оңай емес. Бірақ ата-ана үшін де, перзент үшін де маңызды кезең. Ата-анаң сенің өмірлік таңдауларың өздеріңкімен сәйкес келмеуі мүмкін екенін қазір болмаса кейін әйтеуір бір мойындауға тиіс болады. Ал сен өзің үшін өмір сүру қажеттігін түсінуің керек. Өзгелерге ұнау үшін емес, өзіңнің өмірің үшін шешім қабылдау арқылы ғана шынайы бақытқа қол жеткізуге болады. Көп жағдайда ата-анадан кіндігі ажырау бастапқыда қиын болғанымен, жақсы нәтижемен аяқталады. Арадағы қарым-қатынас уақыт өте қалпына келеді. Олар сенің шешіміңмен келіседі, ал сен өз өмірің үшін жауапкершілік алуды үйренесің. Қалай болғанда да, өзіңді ересек әрі тәуелсіз тұлға ретінде қалыптастырғың келсе, дамығың келсе, бұл кезең ерте ме кеш пе бәрібір басталуы керек.